жағдайы. Енді атап айтсақ, Қызылорда қаласы облыстың әкімшілік орталығы болуымен қатар аймақтың халық тығыз қоныстанған орталық бөлігінде орналасқан. Сонымен қатар қаланың негізгі жоспарлық өзегі болып Сырдария өзені болып табылады. Сол Сырдария өзенінің бойында орналасқан қала. Одан бөлек енді үлкен осьтердің бірі ол Батыс Еуропа, Батыс Қытай күре жолдары, темір жол және Қызылорда Жезқазған тас жолдары. Қызылорда қаласына іргелес жатқан ауылдар Қызылжарма, Қарауылтөбе, Тасбөгет, Бөлкөл ауылдары. Қазіргі таңда бұл ауылдар қала аумағымен кәдімгідей бітісіп тұтасып кеткен. Яғни көшелері де, аумағы да, инженерлік инфрақұрылымы бір елді мекеннің сипатына сәйкес. Жаңа артқа бола ма? Келер артқа сайты. Бұл жердегі саяжай массивтері Наурыз, Сабалақ және Махамбетов ауылы Қызылорда қаласының аумағынан Батыс Еуропа, Батыс Қытай тас жолымен бөлінген. Қорқыт Ата әуежайы қаланың шекарасының 7 шақырымдай жерде орналасқан. Қаланың газбен қамтамасыз ететін газ магистралды газ құбырлары солтүстіктен келеді. 3 агрорейс бар, сол әрқайсысына орталық магистралды газ құбырына келіп қосылады. Қаланың сыртында бірқатар зираттар және мал қорымдары бар. Мал қорымдардың санитарлық қорғау аймақтары 1000 метрге жетсе де қала аумағына еш әсері жоқ. Шығысқа қарай 10 шақырымдай жерде айтып кеткен қатты тұрмыстық қалдықтарды сақтау орны, полигон орналасқан. Бұл нысанның да санитарлық қорғау аймағы 1000 метр, алайда осындай қашықта орналасқаннан кейін қала аумағына ешқандай әсері жоқ. Келесі. Жалпы жалпы қазіргі бұл қаланың қазіргі жағдайын көрсететін схема, аумақты қазіргі кезде пайдалану схемасы деп аталады, тірек жоспар. Жаңа айтып кеткендей орналасу жағдайларын айттым. Енді жалпы қала аумағындағы аймақтар селективтік, өндірістік және қоғамдық орталықтар деп сараптадық. Оның селективтік аймағы негізгі бөлігі енді Сырдарияның оң жағалауы және темір жолдың арасы. Одан кейінгі дамып келе жатқан сол жағалау дейміз. Оңтүстік шығысында негізінен бір қабатты кварталдық құрылыс. Ол да Тасбөгет ауылынан жалғасады. Өндірістік аймақ темір жол бойымен 3 өнеркәсіп торабын анықтадық. Оның орналасуына байланысты солтүстік, батыс және оңтүстік шығыс аймақтары деп шартты түрде атадық. Қоғамдық орталық қала темір жолмен бөлінгендіктен қызмет көрсету орталықтары бірнеше қосалқы орталықта тұрады. Яғни жаңа айтып кеткендей тарихи орталықта, оңтүстік шығыс орталығы Сұлтан Бейбарыс даңғылының бойында, солтүстік батыс орталығы және сол жағалауда қалыптасып келе жатқан орталықтар. Келесі слайд. Бұл слайдта көріп тұрғандарыңыздай қала аумағына тиіп тұрған саяжай массивтері көрсетілген. Бұл өте үлкен мәселе. Бұл мәселені шешу үшін бас жоспар ұсынысымен Сабалақ, Ягодка, Орбита, Эдельвейс және Абонентик саяжай массивтері қала құрамына қосылып, қала шекарасына алынсын деген ұсыныс жасалды. Жобада сол ұсыныс айқындалды. Келесі слайд. Енді бұл презентацияның келесі бөлімінде жалпы мына бас жоспарды жоспарлаудағы, жобалаудағы қала
құрылыстық шектеулерді көрсетеміз. Мына схемамыз аумақты қала құрылыстық кешенді бағалау деп аталады. Яғни бұл схемада біз көрсететініміз қаланың жалпы өсуіне, дамуына негіз болатын шектеулер мен басқа да факторлар. Яғни енді ең негізгі факторлар ол әрине өндірістік объектілер, жаңа айтып кеткендей зираттарымыз бар, зираттардың да санитарлық қорғау аймақтары орнатылады 300 метрлік. Одан кейінгі бағалау факторы ол инженерлік геологиялық тұрғыдан қарастырылады аумақ. Яғни бұның басты факторы ол жер асты суларының тереңдігі. Енді көріп тұрғандарыңызда мына оң жағалауымыз сары түспен көрсетілген, бұл құрылысқа қолайлы жерлер. Бұл жердегі жер асты сулары 2 және 6 метр тереңдікте орналасқан. Ал енді сол жағалауда жер асты сулары жердің бетіне өте жақын орналасқан, 1 метрдей жерден су шығады. Бірақ бұл құрылысты жүргізуге болмайды деген сөз емес. Тек бұл жердегі құрылысты алдын ала түбегейлі инженерлік дайындықпен жасау керек. Яғни жер асты суларын төмендету, дренаждау және басқа іс-шаралар қолдану керек. Басқа мына табиғи өндірістік нысандардан басқа мына үлкен жаңа айтып кеткен тас жолдарды, тас жол шектеу болып табылады, темір жол шектеу болып табылады. Себебі бұлардың да қорғау аймақтары болады, шектеу аймақтары болады. Оның барлығы бұл жобада ескерілген. Бұл слайдта көріп тұрғандарыңызда Қорқыт Ата әуежайы қалаға қатысты орналасуы және әр әуежайдың өзінің бірнеше сатыдан тұратын, бірнеше деңгейден тұратын қорғау аймақтары ол бекітілген. Яғни көріп тұрғандарыңыздай құрылысқа шектеу болатындай, қашықтықта шектеу болатындай аймаққа кіріп тұрған жоқ қала аумағы, бірақ өзінің бір белгілі регламенттері бар. Яғни осы әуежайдың 15-13 шақырымдық аймақтарында мысалға белгілі бір шаруашылық қызметтерін атқаруға болмайды. Ол ауыл шаруашылығы, жаңағы айтып кеткендей қатты тұрмыстық қалдықтар сақтайтын полигондар, олар да 15 шақырым қашықтан сыртында болу керек. Келесі слайд. Бұл слайдта қала аумағында және іргелес жатқан аумақтарда орналасқан зираттарды көрсетіп отырмыз. Барлығы 17 шақты зираттар бар, және оның 12 зираты қала аумағында орналасқан. Біз жобалап отырған шекараның ішінде. Қазіргі таңда бас жоспар ұсынысымен бұл зираттар жабылды, яғни қала әкімінің қаулысы шықты. Сол қаулы шыққан күннен бастап бұл зираттардың санитарлық қорғау аймағы 300 метрден 100 метрге дейін кішірейді. Келесі. Бас жоспардың үлкен бір жетістіктерінің бірі ол Сырдария өзенінің су қорғау белдеуі мен су қорғау аймақтарын бекіту бойынша жасалған жобаны жаңарту. Яғни бұл жоба 2005 жылдары ма қателеспесем орындалған болатын, және ол уақыттан бері қарай дарияның арнасы едәуір өзгеріп кеткен. Яғни бұрын су қорғау белдеулері болған аумақтар қазір дарияның арнасынан әлдеқайда тыс жерде қалып қалған. Соның барлығы мына бастапқы мәліметтерді талдау, топографиялық түсірілімді талдау және басқа да бастапқы жұмыстардың арқасында анықталып, облыс әкімдігіне жобаны жаңартуға ұсыныс жасалды. Ол жоба жасалып, облыс әкімінің қаулысымен бекітілді. Келесі.
Сырдария өзенінен бөлек қала аумағында бірқатар суару каналдары бар. Бұл каналдарда жалпы дариямен байланысы бар. Ары қарай ол каналдардың суы жиналып, қайтып дарияға қосылатын жерлер бар. Сондықтан бұл каналда арналардың да суару белдеулері орнатылуы керек. Кейбір арналардың белдеулері бар, оны қазсушар мекемесінен алдық. Ал енді каналдардың барлығы басқалары басқа мекеменің теңгерімінде ол мекемелерге де сондай ұсыныс жасадық. Соны жаңа айқындайтын схеманың бір ары қарай. Жалпы бас жоспар, үлкен қаланың бас жоспары екі деңгейден өтеді. Екі сатыдан. Біріншісі ол тұжырымдама дейміз, концепция. Қаланың жалпы 2050 жылдан кейінгі даму бағыты. Бұл жұмыс аясында концепцияның екі нұсқасы орындалды. Яғни бірінші даму концепциясының бірінші нұсқасы бойынша біз бастапқы шекараның ішінде қалып, қала аумағы 20.700 гектарға тең болады және халық саны 50 жылға дейін шамамен 480 мың адамға дейін есептеледі деп анықтады. Келесі. Екінші нұсқасы бойынша қалаға іргелес жатқан жаңа айтып кеткен ауылдарды қосу арқылы қала аумағын өсіру ұсынылған болатын. Яғни Қызылжарма, Қараутөбе, Белкөл, Тасбөгет, Махамбетов ауылдарын қала аумағымен біріктіру. Бұл жағдайда қаланың аумағы 24.860 гектарға тең болып, болжамды халық саны 600 мыңға дейін жету керек болған. Енді бұл концепция нұсқаларын талқылау барысында бірінші нұсқаға таңдау жасалып, сол бірінші нұсқа жалпы бас жоспардың негізгі жұмысына негіз болып келесі. Жалпы енді алдарыңызда көріп тұрған бұл бас жоспардың негізгі сызбасы деп аталатын сызба. Барлық шешімдер аумақтық жағынан, функционалдық аймақтарға бөлу жағынан осы схемада көрсетілген. Жаңа айтып кеткен жобалық мерзімдер бойынша бастапқы жылы 26 жылға нақтыланған сан бойынша 2805.540 адамды құрады халық саны. Бірінші кезек 2032 жылға 330 мың адам болады деп есептедік және 2045 жылға дейін есептік мерзімге 450 мың адамға өседі деп алдын ала болжам жасады. Енді бірінші есептеулердің негізі ол әрине халық саны болғаннан кейін тұрғын үй қоры, жилфонд дейміз. Қазіргі кезі жағдайы бірінші кезекте есептік мерзімге бүкіл есептеулер жүргізілді. Келесі. Енді бұл слайдта көріп тұрғандарыңыз бұл әлеуметтік нысандар бойынша бас жоспардың ұсыныстары. Енді атап айтсақ, балабақшалар қазіргі таңда 214 бақша бар екен қала аумағында. 2032 жылға дейін 32 жаңа бақша салынып 246-ға дейін жеткізу және 45 жылға дейін тағы да қосымша 64 жаңа бақша салып жалпы санын 310 балабақшаға дейін жеткізу көзделуде. Мектептер бойынша қазіргі таңда 66 мектеп, бірінші кезекте 82 мектеп болады, яғни 16 жаңа мектеп, және есептік мерзімде тағы да 26 жаңа мектеп салынып көзделуде. Емханалар бойынша қазіргі таңда 11 емхана, бірінші кезек 4 жаңа емхана, 45 жылға дейін тағы да 6 жаңа емхана құрылысы көзделуде. Мектептен тыс мекемелер қазіргі таңда 3 мекеме бар және есептік мерзімге дейін 5-ке дейін жеткізілуде.